Маңғыстау облысында білекті қыздар қатар көбейіп келеді. Бүгінде облыста кіртасы спорты және армрестлинг федерациясында 28 ару жаттығып жүр. Жарты жыл бұрын құрылған бірлестік мүшелері аз уақыттың өзінде толағай табыстарға қол жеткізіп үлгерді. Спортшы қыздар жуырда өткен ел біріншілігінде 5 медальді жеңіп алып, олжалы оралды. Ал ауыр салмақта өнер көрсеткен Айжан Мамақова Малайзияда өтетін әлем чемпионатына жолдама алды. Арны зор ару енді қазақ қыздарының сұлу ғана емес, ғаламат күші иесі екенін күллі әлемге әйгілеуді діттеп отыр. 17 жастағы Айжан Мамақова әлем чемпионатына дайындықты бастап кетті. Ол бос уақытын жаттығу залында өткізуде. Әзірге ауыр салмақта Айжанға тең келер ешкім жоқ. Бұрымды қыздың қол күреспен айналыса бастағанына жарты жыл болған. Аз уақыттың ішінде жоғары нәтижеге қол жеткізді. Болашақ ұстаздың ендігі арманы әлемді мойындату. Қазір тренировкада балдармен де көрісіп жарысқа шығып бастадым. Ертең Малайзия жақсылап дайындалып чемпион атанып келем. Жыл басында құрылған облыстық қол күресі және кіртасы спорты федерациясында 40 спортшы жаттығып жүр. Олардың басым бөлігі қыздар. Маңғыстау түбегінде спорттың бұл түрімен айналысуға ниетті арулардың саны артып келеді. Бұрын дзюдо, күрес және бокспен айналысқан қыздар ғана емес, тәжірибесі жоқ ауыл қыздарды ауыр кіртастарын көтеріп, күш сынасуға ынталы дейді жаттықтырушылар. Қыз болғаннан кейін олар нәзік қыз, оларды бірден біз ауыр темірлерді көтеріп басқа нәрсе жасамаймыз. Бірінші оларға видеокассеталар арқылы, видео арқылы түсіндіріп, көрсетіп, тактикалық нелерді көрсетіп, техника жағын өзіміздің алған бұрын алып келген медальдарымызды көрсетіп, басқа қаласындағы чемпионаттардың жаңағы біздің жігіттеріміздің қатысқан чемпионаттың видеоларын көрсетіп, сөйтіп олардың ар жақтан рухтарын, жанайларын оятып, оларды сүйіспеншілікпен үйретіп, ақылдап, қазір бүгінгі күні осы мәртебеге жеттік. Спортшы қыздар алғашында 8 келі болатын кіртастарын көтерсе, бүгінде 24 келі тасты емін еркін серпейтін болған. Төзімділік пен шыдамдылық, жеңіске деген ұмтылыстың арқасында бұрымдылар аз уақыттың ішінде толағай табыстарға жетіп үлгерді. Жарты жыл ішінде федерация қоржыны 12 алтын, күміс және қола медальмен толықты. Федерацияның ендігі мақсаты әлем чемпиондарын дайындау. Гүлмира Әбішева, Әзілхан Вахитов, Ақтаудан 24 KZ.